Жаңадан жұмысқа маман келді. Өз мамандығы бойынша бос орын болмағасын лаборант болып жұмыс жасады. Ақшыл жүзді, орта бойлы, арықша келген Марина есімді 32-дегі келіншек ашық екен, тез тіл табысты. Мен мектепте инженер-техник едім, ол лаборант, екеуміз бір кабинетте жұмыс жасайтын болғасын, бір апта ішінде жақын құрбы болып алдық. Күйеуімен ажырасқан. 3 оқитын қызы мен 1 оқитын ұлы бар екен. Мен 24-ке келсем де, әлі күйеуге тимеген едім. Көзге шыққан сүйелдей боп тұрам ба? Мектептегі барлық апайлар, неғып жүрсің? Інім бар, қайным бар деп таныстырғыш еді. Мен болсам, қой рахмет, керек емес деуден талмаймын. Бейнелеуден беретін Бақытбек деген 28-дегі жігіт бар еді. Мен осы мектепке келген 2 жылдан бері қырындап жүретін. Астындағы көлігімен мақтанама, сонысын айтып, жүр серуендейік, анда апарайын, мында апарайын дейтін. Тым жырпылдақтығы ұнамайтын. Шын ұнатса, нақты қимылмен көрсету керек деп өзіме принцип қойып, құр сөзге балап, Бақытбекке мән бермедім. Солай уақыт өте берді. Отырыстарға жастар болып бірге шығамыз. Марина отырыстың гүлі, билегенде еріксіз мойын бұрып қарайсың. Дене бітімі де 2 бала туғанға ұқсамайтын сымдай тартылған еді. Сондай кештің бірінен соң Бақытбек сүйікті көлігімен бізді жеткізіп салмақ болды. Мен бірінші жетуім керек деп үйден түсіп қалып, ары қарай Маринаны жеткізуге алып кетті. Ертесіне жұмысқа жайнап келген құрбым ішіне сыймаған сырын келе сала жайды. Мә, Айдана, кеше Бақытбек үйге қонып қалды деп аузын жауып күлді. Шараптан көп ішіп қойғанбыз ба? Әрі қарай өзің білесің ғой, не болғанын деді. Төсектес болдыңдар ма? Деп қатты айтып қалып едім. Әй, естіп қояр, деп басын изеді. Сені ұнатқан дейді ғой, ренжімейсің ба? Деп еді. Ой жоға, оның мінезі маған ұнамайды. Менің талғам емес, деп едім. Онда болды деп көңілі орнына түсті. Маған жырпылдап, зәрезап болған мен Бақытбектен құтылғаныма қатты қуандым. Бұрынғыша звондап, мазамдалмайтын болған. Іштегілерге білдірмей екеуі жасырын жолығып жүрді. Бақытбек мектептен алысырақ көлігімен күтіп, Маринаны азанда жұмысқа келіп, кешке алып кетіп жүрді. Үйіне барып, анасымен таныстым деді Марина маған бір күні. Жылы қабақ танытпады, сәлемімді де алмады. Бетіме ештеңе демеді, бірақ хабарлама жазып жіберіпті. Менің жалғыз ұлымның басын айналдырмай кет. Өзің ұл өсірген анасың. Ертең ұлың өзінен үлкен балалы әйел келсе қабылдар ма едің? Мені түсін. Егер қоймасаң, жұмысыңа барып, абыройын төгем, депті. Не істерін білмеймін. Бауыр басып қалдым Бақытбекке, деп маған мұңын шақты. Мен не дерімді де білмедім. Ақылмен шеш, балаларыңды ойлаш бірінші, деп өзімше ақыл айтқан болдым. Көп ойланбастан Марина Бақытбекке өз өміріңмен жүр, мені мазалама деді. Ол не болғанын сезіп, үйдегілер айта береді, мән берме, десе де, Марина айтқанынан қайтпады. Бақытбек Маринаны сүйіп қалған екен. Үйінің есігін торуылдап, 2 баласымен достасып алған ол Маринаның жүрегін жібітіп алды. Не болса да бірге көреміз деген екеуі бәріне дайын еді. Маринаны таңдаған үшін шешесімен ұрсып қалған Бақытбек сүйіктісінің 2 бөлмелі ипотекаға алған пәтеріне орналасып алған. Бір күні төменгі қабатта естілген айғай даусына елеңдеп отырғанымызда хатшы қыз келіп, бастық шақырып жатыр, деп Маринаны алып кетті. Директорға Бақытбектің шешесі келіп, еңіреп жылап, мына қатын бойдақ баламның басын айналдырып, үйіне кіргізіп алды. Балам мені көрмейді. Үйге келмегелі 1 айдан асты. Осын алмасам өлем дейді. Қол астыңыздағы қызметкерлердің
Не істеп жүргенін білмейсіз. Қандай басшысыз? Бұған жол беріп отырсыз. Егер шеше алмасаңыз, Гараноға барам, деп кеткен екен. Ашуға булыққан директор Бақытбек пен Маринаны шақырып алып, әбден ұрысты. Маринаға, жұмыстан шығасың, екеуің бір жерде жұмыс істемейсіңдер, арызыңды жаз деп еді. Бақытбек, Маринаның 2 баласы бар, қалай асырайды? Қалсын, мен шығамын жұмыстан, деп арызын жазып, жұмыстан өзі шығып кетті. Содан кейін бәріміз еңбек демалысына кеттік. Қыркүйекте келгенде Марина әдеміленіп кетіпті. Жағдайым жақсы, тұрмысқа шығам деп мәз болды. Бақытбек басқа мектепке кіріп алды. Анасы амал жоқ, мені қабылдады. Той жасамаймыз, заңды неке қидырып, шағын отырыс жасаймыз деді. Ол үшін қатты қуандым. Қазан айында екеуі заңды түрде үйленді. Маринаның пәтерінде өздері бөлек тұрды. Марина күйеуіне асықтай ұл туып берді. Мен де басым бос емес, жақын тартып сөйлескен жігітім болды. Қазіргі күйеуім. Сол жігітім кездесіп болған соң қайтарда телефонымнан такси шақырып беріп ем. Мініп кеткен соң WhatsApp-тан маған жазып тұр. Сен бұрын Шанхайда тұрыпсың ғой, 62-ші мектепте жұмыс істейтініңді бәрін айтып тұр. Не, сен әркіммен кездескенсің ба не? Шофер сені қайдан біледі деді. Мен қан қысымым көтеріліп, «Ей, мен қайдан білейін? Өзінен сұрасай?» десем, «Таныспын деп айтты, болды» дейді. Ал, жыным қайнап, тез бұл мәселені шешуім керек болды. Әйтпесе, қызғаншақ жігітім бұл мәселені жайына қалдырмасы анық. Такси шақырған бағдарламадан телефон нөмірін алып, қоңырау шалдым да, «Кімсің сен? Мен таним депсің?» десем, «Мен ғой Бақытбек. Айдана, қалайсың?» дейді. «Ой, Құдай, неменеге от салып сөйлеп отырсың? Айтпайсың ба дұрыстап?» деп телефонды тастап жіберіп, «Ой, арамдағы әлі қалмаған екен ғой» деп жындандым. Жігітіме түсіндірдім. Бұрынғы коллективім өзі сондай арамза болатын деп. Сонымен бұл тақырып жабылды. Мен күйеуге шықтым, декретте отырмын. Жұмыстағы қыздардан жағымсыз жаңалық естіп, қапа болдым. Маринаның күйеуі Бақытбек 8-ші сынып оқитын өгей қызына киімінің сыртынан сипап, қасынан өтсе сүйкеніп, мойнынан иіскеп, ыңғайсыз дыбыс шығарып жүр екен. Басында сенбей жүрген қызы өгей әкесінің түпкі ниетін түсініп, дереу шешесіне, сынып жетекшісіне айтыпты. Шешесі сенің кіремей жылы жаппақ болғанда мектеп дабыл қағып, экспертиза жасатып, денесінен Бақытбектің сілекейі табылып дәлелденді. Сонымен бұрынғы әріптесіміз ұзақ жыл арқалап темір торға кетті. Марина 3 баламен жалғыз басты ана боп қалды. Қайын жұрты тағы да бұны кінәлап, сенің ұйымдастырғаның деп қарғап сілеп қалды. Ойлаймын, бірінші күйеуден баламен ажырастың ба? Қанша күйдім, сүйдім болса да, екінші рет отбасы құрудың қажеті қанша? Баланың болашағы маңызды емес пе? Қазіргі азған, тозған, зорлық, зомбылық көп заманда тек балалар үшін деп ғұмыр кешкен жөн емес пе? Сіз не дейсіз?